Сандықтау ауданының Ұлы Отан соғысына 8 мыңнан астам азамат қатысты. Біздің еліміздің азаматтары өздерінің ерліктерін көрсетті. Біз мақтанышпен айтамыз, осы біздің ауданымыздан 7 совет отанының батыры бар. Әр батырдың өз тағдыры, сондықтан да біз ол кісілерді әрқашанда есімізде сақтаймыз. Әр совет отанының батырының атында бізде көшелер бар, мектептерге аттары берілген. Сондықтан да бұл кісілердің ерлігін әрқашанда есімізде қалады. Осы өсіп келе жатқан болашаққа осы кісілердің ерліктерін айтып отырамыз. Өкінішке орай, соғыстан көп кісілер еліне келмеді. Көп кісілер белгісіз кетті. Сондықтан да қазіргі кезде іздеу отрядтары бар, пламя деген. Осы 2019 жылы Новгород қаласынан біздің жерлесіміз Демченко Кирилл Семеновичтің сүйегі табылып өз отанына оралды. Осы жерде Кирилл Семеновичтің сол соғыста болған өзінің жеке заттары, қарулар бәрі сақталған. Ол кісінің ұрпақтары осы біздің Сандықтау ауданымызда тұрып жатыр. Сондықтан да бізді ол кісіні еске алып, осы балаларға айтып отырамыз. 74 жылдан кейін осы еліне қайтарылды ол кісі. Әлі хабарсыз кеткен соғысқа қатысқан адамдар бар, солармен де біз жұмыс істеп жатамыз. Ресейдің архиві мен өзіміздің архивтен біздің міндетіміз осы кісілердің есімдері өшпесін, әрқашанда біздің есімізде болсын.